сен нағыз мықты болсаң рингте дәлелде деді маған. Борат деген сөзіне мен намыстандым да. Бұл жекпе-жектен саған белгілі бір көлемде гонорар түсе ме? Келісілген ақшамды берген де жоқ мен. Конормен де жекпе-жек өткізуіміз мүмкін. Мен адамның ішінде 12 ай ма жүргем, түйені көтердім, 300 килограмм. Колумбиялар таң қалды. Мынандай да бола ма деген сияқты. О жақ көбінесе криминал. Аман шықпайсың деді. Шыны керек маған бәрібір болды. О жақтың халқы қалай екен, қалай қарсы алды сені? Олар көп білмейді екен, соны география оқымаған ба, түсінбедім. Армысыз жасалаш YouTube каналының көрермені. Бүгін біздің студиямызда Америкадағы Голливуд қаласында жалаң жұдырықтасудан алғаш жекпе-жегін өткізіп жеңіске жеткен спортшы Алмат Жұманов. Алмат, қош келдің. Ассалаумағалейкум. Алмат, енді біздің қазақтың қоғамында сені қазақ титан деген атпен танымал. Кезінде белгілі, осыдан 2 жыл бұрын Дубайға барып алғаш жекпе-жегіңді өткіздің. Иран халық деп айтады, Гариби. Саджид Гарибимен алғаш жекпе-жегін өткізіп, ол біраз қоғам арасында резонанс болды, дау болды. Ол бізді Борат деп айтты деген сияқты әңгімелер сол кезде болып жатты ғой. Жалпы сол жекпе-жекте жеңіске жеткеннен кейін біздің қоғам арасында танымал бола бастадың. Жалпы біздің қоғамның арасында емес, сені бүткіл әлем тани бастады. Сөйтіп саған осы қазіргі бүгін жеңіске жетіп отқан жекпе-жегіңе ұсыныс түскен екен. Бұл өзі BKFC деп аталады екен, яғни жалаң қолмен жұдырықтасу. Бұл өзі қандай жекпе-жек, қалай өтеді, сол туралы айтып кетсең басында. BKFC Barnacle Fight Championship деп аталады. Жалаң қолмен жұдырықтасу бокстың ең бірінші алғашқы түрі осылай басталған, бокстың тарихы. Қазіргі печаткамен қолғаппен бокста жүрсе, ең бірінші осылай жалаң қолмен бокстасқан. Бұл кезде печатка болмаған, бинт орайтын болған. Соны бұлар президенті Дэвид Фельдман деген кісі қолға алып, осыны қазіргі түрде қылып, жалаң қолмен Американы дамытып жатыр. Барынша дамып, қазір енді жоғары деңгейде, қазір енді UFC-дің боецтері бар. Бір жағынан Конор Макгрегор өзінің жарты несін акциясын сатып алған. 50% сатып алған, Сонымен бір жағынан UFC-дің көп боецтері қазір контракт жасатып жатыр, келісім шарт осы Barnacle Fight-пен лигасымен. Енді жақсы дамуда, өте мықты. Америка құрама штаттарына 52 штатында жекпе-жектер қолға алынып, жекпе-жектер болады. Және Дазн деген канал бар, бәрі біледі. Солармен бірге келісім шарт осы жақында жасасты. Енді Дазнмен де жаңағындай мықты жекпе-жектерді Дазн арқылы да көруге болады. Бұл жекпе-жекке, бұл лигаға өзің қалай бардың? Жаңа ирандық халықпен арадағы жекпе-жектен кейін саған кімдердің көзі түсті Америкадан? Жаңа ирандық халықты мен бірінші раундта қабырғасын сындырып жекпе-жекке жеткеннен кейін сол жерде жаңағы Барнаклда жұмыс істейтін менеджерлер дейді. Сол жерде мені көріп, одан кейін Америкадағы тағы менеджер бар. Сол жаңағы өйткені бұл бүкіл әлемге шықты, сайттарға шыққаннан кейін мен іздестірген, қазақ болғаннан кейін іздестіріп, жаңағы Дубайда отырған менеджерге жазып, осы жігітті маған байланысқа шығып бер деп, мен номерімді іздеп, солай маған байланысқа шықты. Одан кейін өздері шақыртып жіберіп, бүкіл документтерімді істеп, осылай мен жекпе-жек өткізіп келдім. Қазір күнде келісімшартқа отырдыңдар ғой, яғни? Келісімшарт, Алда қанша әлі жекпе-жек бар өткізіледі? Негізі бір жылда 4 жекпе-жек өткізуім керек болған. Бірақ өткендегі бірінші раундта тез жеңіске жеткеннен кейін маған келісімшарт емес, енді жекпе-жек ұсына беретін болды. Қаншалыққа дейін, яғни ол ұзарып кете беретін болды. Енді алдағы уақытта екінші жекпе-жекке қашанға жоспарлап отыр? Екінші жекпе-жек енді келеш осы жылдың соңына дейін деп жоспарлап отырмын. Өйткені қазір 1-2 айдан кейін шығып кету, өйткені бұл кулачка жаңағыдай жалаң қол болғаннан кейін адам демалу керек деген сияқты, маған восстановление керек, қазір кішкене жаттығып демалып, одан кейін бұйырса жекпе-жек 3 айдың шамасында. Енді ол жақтағы өзінің жеке тренерің, менеджерің, ол жағы қалай енді? Жеке тренерім бар, өзімнің кубалық Нельсон Лопес деген кісі, танымал боксер өзі, және де Мұхаммед Али, сонымен бірге жаттыққан кезінде. Өте мықты, ол Қазақстанда да жаттыққан, Астана Арлансты жаттықтырған. Біраз сол кісімен мен жаттығам, осы отқан жаттығып жүрмін, сол кісінің көптеген нелерімен жеңіске де жеттім. Енді мынау кішкене артқа шегін жасап өткен өміріңдегі рекордтарына тоқталайықшы. Қазақтың арасында қазақ титан, қазақтың Қажымұқаны, немесе қазақ халық деген аттарың бар. Оған себеп бірнеше рекордтар орнатқан. Олардың қазақтың рекордтар кітабына енді. Соның бірі ұшақ сүйреу.
Одан кейін локомотив сүру деп айтып жатады, иә, 109 тонна. 109 тонналық поезд. Одан бөлек түйе көтерген екенсіз. Түйе көтерген. Бұларға не себеп болды бұндай рекордтар, бұндай спорт түріне баруыңа? Мен негізі жаңағы өзім спортпен бұрыннан айналысқаннан кейін өзіммен өзім істейтін, негізі ешқандай команда емес, ешқандай өзім жаңағы әлеуметтік желілерге қарап өзім істейтін. Сонымен YouTube арналарында жаңағы шетелдіктер осындай нәрсе істейді да. Сосын мен неге бізде батырлар бар ғой деп мен өзіме сенімді болатын. Ешқайсысы жаңағы рекордтар жасаған, ешқайсысы дайындықсыз болды. Барам, сол күйінде тартып кетемін сразу. Ешқандай дайындалып тартып көрейін ондай болған жоқ ешқайсысында. Бірінші локомотивті тарттым, ішінде көмір болды. Ол 100 тонна болды ол кезде. Соны резко тарттым. Сол жерден бастап оны заңды түрде жаңа рекордқа кіргізейік деп семейде шақырып, арнайы рекордқа тіркейтін кісіні шақырып, солай екінші рет 109 тонна болды. Ол кезде жаңағы көптеген материалдық құрылыстарды толтырып 109 тонна, сол кезде 8,5 метрге тарттым. Одан кейін түйені көтердім 300 килограмм және 3 көлік беліме байлап 13 метрге дейін бірге сүйреп тарттым. Жүрдің. Одан кейінгі рекордым жаңағы ұшақ Ан-74 деген әскери ұшақ. Соны ең басында 22 наурыз күні мерекеге байланысты сол жердегі өзі әскери кісілер мені шақырып ұйымдастырып берді. Халықтың көзінше 6 метрге сүйредім. Оны енді екінші рет тіркеу керек болу үшін сол кезде тағы шақырып 1 метрге сүйредім екінші рет. Бұл да яғни тіркелді ғой рекорд ретінде. Бұл енді бала кезден бір айналысып жатқан хобби дейміз, сондай нәрсе болды. Негізі енді бірақ енді именно ондай спортпен айналыспадым, негізі былай тартып. Бірақ өзім бала кезден жаңағы физикалық тұрғыда болсын, жаңағы күрес, боевой самбо күрес немен айналысып, әуесқой жарыстарға шығып, мындай нелерге шығып жүрдім. Бірақ олай қолға алып айналыспадым жоғары деңгейге. Өзіммен өзім істеп қолға алатындай мүмкіндік те болған жоқ. Бірақ тоқтатқан жоқпын. Спортты ешқашан әлі күнге дейін істеп келемін. Істеп осылай нәтижеге жеттім. Яғни бала кезінде спортпен айналыстың ғой? Айналыстым. Бірақ бала кезінде де жаңағыдай ауыр нәрсені сол моментте ғана істеп, былай неттім, бірақ қолға алып оны істеген жоқпын. Енді балалық шағына тоқталайықшы. Бала кезінде Өзбекстанға барып анам босанып келді. Негізі менің анамның ішінде 12 ай ма жүргем, жаңағы негізі 9 ай 12 ай жүргем. Өйткені сол кезде мамам жаңағы базарда ол кезде 50 килограммдық мешоктар болған, қазіргідей 25 килограмм емес, сол заманда 50 килограммдық қант, күріш, соларды мамам тасып жұмыста, сөйтіп мен ішінде жаңағы қатып қалған екенмін да, мамам айту бойынша. Сосын мен уже өтіп кеткен уақыт 12 ай болған, ол жақта босану керек болған, жаңағы соған қатысты атымды Алмат деп қоямыз деп алдын ала. Содан кейін жаңағы осы таныстары бұл жақта ішіңді кесет деп, өйткені мен соңғы бала болғаннан кейін мамам кескізуге қорқып, Өзбекстанда жақсы босандырады деп Өзбекстанға барып, мен ол жаққа туып келді. Бір апта сол жақта болдым да, туды, соң жаққа қайтып келдім. Ол жақта өстім, ол жақта бітірдім, ол жақта жүрдім. Бала кезінде де осы ауыр заттарды көтеріп кететін сондай қабілетің сол бала кезінде белгілі болған екен. Өзім жаңағы папам интернет желілерде оқып жатырмын. Папама көмектесіп, машинасын итеріп жіберу, сондай өзім қызығатын да спорт жағынан. Бірақ көбінесе мен төбелеске қызығатым спорт жағынан. Жаңағы бұрынғы кезде Жан-Клод Ван Дам деген кинолар болды ғой, Брус Ли, солардың киносына қарап мен айнаға қарап дайындалатын. Брус Лидің кітабы болған үйде, соған қарап істейтін, төбелестерін қайталап, жүктер тұрып, солай өзім дайындалып қызығатын. Бой без правил сондай кассеталарды папам алып келеді, соларға қарап қызығып, сол төбелесіп жатқан кезде әжумен жасап отырамын. Сондай өзіме ұнайтын сол кезден бастап. Сосын күреске берді мені, сол күресте қатысып жүрдім біраз 5-ші классымда. Одан кейін ММА-ға қатыстым, боевой самбо, солай қатысып, оқуға түсіп, ол нәрсе көп ұзатылып кеткеннен соң, бірақ өз-өзіме үйде істедім, оқу керек болды, жұмыс істеу керек болды. Солай, бірақ әлі күнге дейін енді нәтижемен жұмыс жасап келемін өз-өзіммен. Енді мынау ирандық халықпен арадағы жекпе-жекке келейікші. Бұл ирандық халықпен байланысуға не себеп болды? Жаңағы бір-бірлеріңді жекпе-жекке шақыруға. Сенің интернетте танымал болып кеткен себеп болды ма бұған? Интернетте мен жаңағы шеген майстру, көлікті итеру деген сияқты видеолармен интернетке салғам, инстаграмына. Сол кезде жаңағы ирандық халықтың менеджері, сен нағыз мықты болсаң, рингте дәлелде деді маған. Сосын мен бас тартқан жоқпын, әрине дәлелдеймін, маған ол сөз емес деп оған да айттым. Сосын ол айтты, жарайды, онда бой ұйымдастырайық деп. Бой ұйымдастырайық деп. Сосын ол тұрды да, сен Бораттың елісің, қандай сен жеңілесің деп маған мазақ қылып, және бүкіл ирандықтар менің әлеуметтік желіме шабуыл жасап,
өздерінің жаңағы Бораттың сөзін айтты, көп намысқа тиген сөздер айтты. Мен де видео жалдап оларға көп мен де қарсылық білдірдім. Оны жекпе-жекке 2 жыл ма шақырдым, күттім. Ол әне шығамыз деді, міне шығамыз деді, басқа біреумен шығатын болды. Бірақ жекпе-жекке келісіп Дубайға барып шықтым. Бірақ ол жерде де келісілген ақшамды берген де жоқ мен өзім жаңағы контракт бойынша қағазға жазылған, мен қанша ақша алуым керек, қай кезде берілу керек, оның бәрін берген жоқ. Өздері алып, өздері кетіп қалды. Мен жеңіске жеттім. Бұл жерде маған енді ақша болған жоқ, өйткені Қазақстанның туын желбіреткім келді. Жаңағы Борат деген сөзіне мен намыстандым да. Сонымен жекпе-жек жеңіспен аяқтадым. Ол жекпе-жекке баруға сенде ешқандай демеуші болмаған екен, менеджер болмаған екен. Иә. Несие алып барған екенсің. Иә. Несиелерді жабуға тура келген екен. Сондай бір қиындықтар өткен. Иә. Сол кезде ұсыныс түсті, жекпе-жек болады деп айтты. 20 күн қалған кезде, жаз айында 20 күн қалды. Жекпе-жек осындай күні деді да, маған афишасын жіберді, суреттерді, осылай контракт жаңағы келісімшарттарды. Қол қойдым да жібердім. Одан кейін маған ешқандай билет алу ондай айтқан жоқ, өзің нетесің деді. Мен тренировкада істеген жоқпын ол кезде мүлдем, өйткені салмағым ол кезде 100-ден асып тұрған, 120-дай болды. Тренировка мүлдем істеуге уақытта болған жоқ. Жаңағы несие алу керек болды. Жаңағы жолыма, сол жақта жаңағы қонуға деген сияқты көптеген қиындықтар болды қаражат жағынан. Қолдау сұрадым, шыны керек, бірақ қолдау болған жоқ. Сонымен өзім жүгіруге тура келді. Несие алдым. Сонымен жаңағы несін жауып, жолымды ашып, сонымен уақытым кетіп қалды. Жаттығуға мүлдем дайын болған жоқпын да, жаттығу істеген де жоқпын. 20 күн қалғанда кетіп қалдым. Дубайға барғаннан кейін ирандық азаматтар саған қорқытып, үркітіп, қоқаң-лоққы жасап, сондай әрекеттер болған. Иә. Солар рас па? Иә, ол жаңағы американдық актер, бір жағынан боец дей ма білмеймін енді. Сол жігітпен де негізі Мартин Форд деген жігіт, сол жігітпен де негізі жекпе-жек өткізу керек болған. Ол жігітті қорқытқан екен. Ол жігіт қашып кеткен екен. И соны маған қайталады ол. Мен жаңағы гостиницаға келген кезде менеджерлар келіп, сен ұтыласың деді маған. Мен ұтылмаймын, не үшін ұтыламын? Ұтыласың, онда аман шықпайсың деді. Маған бәрібір, шыны керек, маған бәрібір болды. Негізі қорқытты. Барынша блайн етті, бірақ мен қорққан жоқпын, шыны керек. Жаңа рингке шығып, менің ойым рингке шығып, ананы жеңіп ұру керек болды. Бір жағына шығару керек болды. Сонымен жеңіске жеттім. Ол маған оңай болды, қабырғасын сындырдым. Одан жекпе-жек біткеннен кейін де жаңа раздевалкада сөздер болды, жаңа кішкене қақтығысып қалдым. Яғни шабуыл жасадың. Иә, адамдары бар. Бірақ мен одан да қорққан жоқпын. Барынша тұрдым. Алмат, негізі саған бұндай ауыр заттарды көтеру немесе жаңағы вагондарды сүйреу деген сияқты нәрселерге енді бір күш керек қой, енді салмағы өзінің дене тұрқынан бөлек оған алып күш керек. Аталарың да сенің осындай бір алып күштің иесі, палуан деп еді. Иә, менің туысқаным бар, үлкен кісі бар. Сол кісі менің үлкен бір атам болған екен. Соның біреуі түйе палуан болған екен. Кезінде жаңағы өздерінің арасында күрестен жарыстар ұйымдастырып өздері. Сол кезде менің атам жаңағы не болған, қойшы болған, малшы болған, жаңағы мал бағып айдалада. Сол кезде сол кісіге айтқан, осының өзіне бір өзбек палуаны келді, бәрін ұтып жатыр деп. Сол кезде менің атам білет, сондай мықты екен. Сол кезде атам барып, жаңағы өзбек, ешкімнен ұтылмаған өзбекті ұтып, сол жерде түйені көтеріп, жеңістегі жаңағы алып кеткен екен. Мені соған көбінесе теңейді. Бір жағынан Қажымұқан атамызға да мен жаңағы еліктеймін, пір тұтам. Ол кісі де кезінде Америка, Европаны, Қазақстан атын шығарып жаулаған, Түркияға барып көрсетіп, өзінің күресімен жаңағы солай жетістікке жеткен. Мен де сол кісі сияқты соның жолымен жүріп, Қазақстанның әлемге көрсеткім келеді. Осы жекпе-жекке мен барар алдында Қажымұқан атамыздың үйіне барып, туған жеріне барып, жаңағы үйін көріп, Құран оқып бағыштап рухына, солай барып бата алып кеткенбіз. Шөберелері күтіп алды, жақсы күтіп алды, үйінде болдық. Бәрі жақсы болды, иә. Солай сен неге кеттің ғой? Иә, Америкаға жолға шықтым. Бірінші Америкада емес, сен Колумбияда ма әлде? Бірінші негізі Колумбияда маған іріктеу өтесің деді. Кәсіпқой бокстан 2 жекпе-жек ұсыныс түсті. Екеуінде оңай болды. Біреуін 39-35 секундта, екеуінде жеңіске жеттім. Содан кейін Америкаға ұштым. Ол жақта дайындалдым. Америкада енді біраз дайындалдым. Ол жекпе-жек жалаң қол болған соң, олай шыға салатын болмаған соң, біраз дайындалдым. Бұрынғы суреттеріне қарағанда қазіргі суреттерінде айырмашылық бар. Яғни біраз салмақ тастадым. Салмақ тастау саған салмақ қиын болған жоқ? Салмақ тастау қиын болды, өйткені мен 20-дан жоғары килограмм тастадым. Өйткені менің бойыма сай келмей қалды, өзімнің салмағым 100-ден асып тұрған.
сондықтан тренерім жаңағы сол жақтан менеджерларым айтты, сенің салмағың бойыңа келмегендіктен сен салмақ түсіру керек деді. Мен салмақ түсірдім, диета ұстадым, тренировкамды істедім, солай салмағымды түсіп, қазір сол енді бір қалыпты салмақты ұстап жүрмін. Солай жекпе-жекке шықтым, бәрі жақсы, өзім жақсы сезінемін. Ол жаққа шу келу бар, бару бар, оның бәрі жаңағы BKFC деп жатамыз. Сол турнирдің менеджерлері болсын, басқа азаматтар болсын, солар демеушілік жасап жатыр ма, қалай болып жатыр ол жақта? Негізі жаңағы Америкаға маған ұсыныс түскен кезде мен демеуші іздедім, шыны керек. Сол кезде Ланчжоу негізін қалаушы Майгарина Гүлбану ханымға айтқам, осылай болса маған ұсыныс түсті Америкадан. Ол кісі ешқандай сұраған жоқ менен, қолдаймын деді, сразу айтты, өйткені сендей талантты қолдау керек деп маған сенді, барынша сенімінде ақтадым деп ойлаймын. Осылай мен әлі күнге дейін қолдап келе жатыр. Жаңа жататын жерде көптеген жаңағы Америкаға билетім бар, қайтып келуім бар, соны қолдап келе жатқан сол Майгарина Гүлбану ханымға алғыс айтамын. Қазақпыз, бір-бірімізді қолдау керек деп, ол кісі барын салып мені қолдайды. Және Америкадағы Нельсон Лопес деген кісі, ол да мені қолдайды. Жаңа тренировкам бар, уақытысымен жаңа витаминдерім бар, жаңағы медицинам бар, көптеген жұмыстарды сол кісі жартысын бітіріп жатыр. Қазақстанда Майгарина Гүлбану ханым жұмысын бітіріп жатыр. Бұл жекпе-жектен саған белгілі бір көлемде гонорар түсе ме? Гонорар түседі. Жаңағы BKFC-дің арнайы гарантированный гонорар дейді. Жеңсең бонус береді, ал егер жеңілсең, жаңағы гарантированный гонорарыңды аласың. Яғни бұл кәдімгі ақылы, профессиональный жекпе-жектер. Колумбияда бір жылға жуық уақыт болып келдің. Ол жақтың халқы қалай екен, қалай қарсы алды сені? Шетелдің сол жақтың бақ өкілдеріне сұхбат беріп қалғанды, беріп жатқанымды көріп қалдым. Ол жақты жақсы қарсы алды, адамдар да жақсы, қарапайым, бірақ ол жақ көбінесе криминал адамдар да бар. Жаңа көшеде кетіп бара кезде сумка, сотканы байқамаса тонап кетеді. Бірақ бізде ондай болған жоқ, өйткені біздің қасымызда кезіндегі Головкиннің сопернигі Милтон деген жігіт, боксер, сол күтіп алып, сол біздің қасымызда жүрді. Ол мықты боксер, негізі сол жерде өздерін құрметтейді. Сондықтан бізде ешқандай қорқыныш, ондай бізге тиісу деген болған жоқ. Соның несімен жүрдік, бірге тренировка істедік ол жігітпен де, Колумбияның қаласында. Жақсы болды бәрі. Ол сұхбат берулеріңіз сол жақ жергілікті бақтарға қалай болды? Сұхбат беру басталған себебі, мен жаңағы екі жекпе-жегімді бірінші раундта секундта жеңіске жеткен кезде сол жердегілер мен туралы сұрай бастады. Бұл кім? Қазақстан деген негізі былай айтқанда көп білмейтін олар. Қазақстан десең Чайна ма деп айтады, немесе Рашын деп айтады. Мен айтамын, жоқ, ешқандай Чайна, Рашын қатысымыз жоқ. Біз Қазақстан өзім еліміз деп жерімізді көрсетемін мен. Соткамнан жаңағы картаны ашып көрсетемін. Олар таң қалады. Осындай ел бар ма дейді. Мен де біртүрлі боламын, енді біздің өзіміз Колумбияны біліп жатырмыз, мысалы. Басқа елді білеміз, Аргентина, Перуді білеміз, мысалы біз. Олар қалайша білмейді, кішкентай жер емес қой Қазақстан. Соны мен бәрін айтамын, түсіндіремін, бәріне айтып жүрмін, мен қазақпын, мен Қазақстан деп көбінесе картамды алып көрсетемін. Олар көп білмейді екен, соны география оқымаған ба, түсінбедім. Сонымен Қазақстан деп айтамын, одан кейін барып деп кішкене біле бастады. Одан кейін айтып мені уже Қазақстан деп сәлемдеседі, амандасады. Солай бастады. Сол кезде менің әлеуметтік желідегі Инстаграм арқылы менің жетістіктерімді көріп, колумбиялар таң қалды. Мынандай да бола ма деген сияқты. Қандай елсіңдер деп, мен поезд тартып, рекордтарымды көріп, қызығушылық танытып, мені газетке шығарып бастады. Өздерінің Колумбия қаласында СМИге шығарды, сұхбат бердім, ол жерде де сұхбат бердім. Солай маған қызығушылық танытып, маған ұсыныс тастады. Бізде бокста жекпе-жекке қал шық деген сияқты. Бірақ енді ол кезде менің ойым басқа болған, мақсатым Америкаға жалаң қолға шығу. Сол кезде мен оларға айтқам, жоқ, менің өзімнің ойым, жұмысым бар деп түсіндіріп, олар жақсы күтіп алып, жақсы қарсы алып, жақсы шығарып салған. Интернетті қарап отырсам, әлеуметтік желіде кейінгі уақытта UFC бір жай шоуға айналып бара жатыр деген пікірлер жүрді. Яғни бұл көрермендерге бір спорт жағынан емес, жай шоу ретінде ғана онша қызық болмай жатқан сияқты. Сондықтан Америкада осы BKFC деген турнирдің бір өзің жаңа айтып отқандай бір кең етек алып бара жатқаны, танымал болып жатқаны содан екен негізі. Конордың да бұл өзің айтқандай 50% акциясын сатып алуының бір ұшы сода жатыр дейді. Қазір күні өзің көзіңмен көріп көрдің, ол жақта бұл спорт түрін қалай қабылдап жатыр? Негізі BKFC Америкада шыны керек өте қызық. Және американдықтарға байқағаным ұнайтыны жаңағы нағыз жекпе-жек өткізетін жұдырықпен, солай олар өздеріне кайф алады екен. Күрескен кезде оларға ішің пысады деп айтады олар. Сондықтан оларға зрелище дейді ғой.
сондай қан жоса болу қан керек қой. жоса, қан ағып, сол нокаут сондайларды жақсы көреді. Сол үшін BKFC-де көрермен жетеді. Бір жағынан осыдан 4-5 ай бұрын BKFC UFC-дан интернет жағынан, шу жағынан бірінші орынға шығып кетті. Интернетке таралу жағы, рейтинг жағынан бірінші орынға шықты. Ұсыныс көп BKFC-ға, өйткені оларға ұнайды. Бірінші раундта көбінесе жекпе-жектер аяқталады, және жалаң қол болғаннан кейін және тістер ұшады, қан ұшады, мықты өте. Сол үшін американдықтарға сондай ұнайды. Оларға жаңағындай күресу, ішпыстырарлық нәрселер ұнамайды екен, соны байқаған. BKFC-ге жаңағы Конор Макгрегор акциясын сатып алды деп жатырмын ғой. Енді ол осы кеше ғана жаңалыққа шықты. Енді ол жекпе-жек өткізейін деп жатыр сол рингта. Сол өзі BKFC-де, иә, өзі сатып алып, ол өзі де өйткені стойкада төбелескенді жақсы көреді. UFC-де ол көбінесе күреспейді, стойкада төбелеседі. Өзі де осы BKFC-ға солай стойкамен төбелесетін соперник іздеп жатыр, өзі де шайын деп жатыр. Бір жағынан қызық болып тұр, оның салмағы менің салмағыммен бірдей. Алдағы уақытта шығып қалуы мүмкін бе? Алдағы уақытта шығып қалса, ұсыныс түссе бас тартпаймыз, әрине Конорды ұтамыз, өйткені біз қазақпыз, ешқандай қорқу деген жоқ бізде. Бұйырып жатса, Конормен де жекпе-жек өткізуіміз мүмкін. Алмат, енді BKFC енді біздің қазақтың қоғамына онша таныс емес қой, сондықтан бұл туралы кеңірек айтып өтсең, бұған дайындық қалай өтеді, бұның өздерінің шарттары, заңдары қалай болады? BKFC-ға дайындық өте мықты деңгейде өтеді, өйткені жалаң қол болған соң өмірге қауіпті. Бір жағынан жеңіс керек бізге, өйткені алғашқы қазақ болып шыққан соң алғашқы жеңіс керек болды маған. Сол үшін мен күн түні демалмай жаттықтым. Азанда сағат 4:30-5 уақытында тұрам, жүгірем, 1 сағат 7-8 километрде жүгірем, одан кейін демалам, одан кешке залға келем. Америкада осы уақытқа дейін бір 40-тан аса спарринг жүргіздім, дайындалдым, жарысқа шығуым үшін, BKFC-ға шығуым үшін өзімді қинап, барынша мықты болып шығуға тырыстым. Бірақ ойымдағыдай болды, еңбегім мақталды, бірінші раундта жеңіске жеттім, бәрі оңай болды. Енді алдағы уақытта да осы спорт түрімен арқылы карьераны жалғастыра беретін. Иә, әрине, өйткені мен жеңіс болған соң маған бірнеше жекпе-жектер ұсынды. Енді ол қазір емес, 2-3 айдың шамасында, бірақ мен ол уақытты бекер жібермей, демалмай, кәсіпқой боксты қолға алып, өз-өзімді ары қарай дамытқым келеді, тоқтамай. Өйткені кәсіпқой бокстан да ұсыныс түскен, жаңағы Колумбияда ұсыныс түсті деген бе, сол кісілер маған шығып, осылай кәсіпқой бокста жекпе-жекке шығасың ба деп ұсыныс сұраған. Мен әрине қабылдадым. Оған дейін жаңағы жалаң қолдағы боксымда, екінші жекпе-жегімде оған дейін мықты болып шығуға, екінші жекпе-жегімде оңай жеңуіме ол да бір көмек болады. Әрине. Сондықтан қазір енді бұйырса осы 2 апта көлемінде Колумбия еліне жекпе-жек өткізуге дайындалуға тағы барам бокстан. Бокстан қанша жекпе-жек өткізуге? Бұл жерде олардың ұсынысы бойынша 5 жекпе-жек дейді. Жеңсем әрине, егер жеңіп жатсам 5 жекпе-жек өткізуім керек. Егер жеңіп жатсам, егер жеңбесем, енді ары қарай білмеймін не болатын. Бірақ енді барынша тырысам 5 жекпе-жек өткізуге.